Сен білесің бе миыңды қалай 100%-ға жұмыс жасатқызып, бүкіл ақпараттан керекті согын алып өміріңе қолданатындай. Сенде ондай проблема бар. Сен алған ақпаратыңды өміріңде қолдана алмайсың. Көп білім аласың, бірақ өміріңде қолдана алмайсың. Ондай нәрсе бар ма? Курс өтесің, өміріңде қолдана алмайды. Кітап оқисың, өміріңде қолдана алмайды. Бір ақпарат жүйесі сияқты миыңда тұрады. Білетін сияқты болып тұрасың, дәмі шығып тұрады, бірақ сен оны жеп көрмегенсің, сен оны өміріңде қолданып көрмегенсің. Міне, осы нәрсені біз қазір сенімен шешуге тырысамыз. Мұқият тыңда, отыр, қағазыңды жаз деп мұғалім болып кетсек. Қараңыздар. Адамның миы негізі өте жүйелі жұмыс жасайды. Адамның миына қабылдауына кедергі болатын нәрселер бар. Ең бірінші мәселе ол түсінбеу деген нәрсе. Сен оқып жатқан кітапты оқыған кезде біз қалай оқимыз? Кітап жоқ қолында. Кітапты оқыған кезде біз былай оқимыз. Бет. 10 бет, 20 бет оқуым керек деген мақсат қоямыз кітапке. Кітапты түсіну емес, кітапке 20 бет оқуым керек деген мақсат қоямыз. Ал бүгіннен бастап сен сол мақсатты өзгерт. Бізде мынандай нәрсе бар. Ми түсінбеген сөздерді сақтайды, бірақ қолданысқа жібере алмайды. Ми түсінбеген сөздерге өте көп қатты энергия құртады да, өте көп таусылады. Егер оның бойында түсінбеген сөздер көп болатын болса. Ол деген не деген сөз? Кітап оқып жатқан кезде 100% мен оны өзімнің бойымда да тексердім, қаншама мыңдаған адамдардың бойында да болған дүние. 100% мен білемін, бірақ білмеймін деген сөздер өте көп болады. Сол үшін кітап оқыған кезде әр сөйлемді сөздік арқылы өткізші. Әр сөйлемнің ішінде, енді оның ішінде түсінікті. Мысалы үшін сен, мен деген сөздер оның ішінде түсінікті болуы мүмкін, бірақ ішінде махаббат деген сөз шығады. Махаббат деген не? Бұл жерде автор не меңзеп тұр? Көбінесе сөздіктен махаббат деген сөздің негізгі баламасы қандай болып тұр деп, махаббат деген сөзді аш, махаббат деген сөзді көр, нағыз транскрипциясын көріп түсінген кезде ғана сенің миың деген кезде міне түсінді, сенің миың түсінді деген сөз. Қара, егер сен кітап оқып жатқан кезде ұйықтап кетіп жатқан болатын болса миың, онда сенің миың сөзді түсінбей жатыр деген сөз. Кітап оқи алмай жатырмын деген дүние жоқ. Кітап оқып жатқан кезде ми ұйықтап кетті, ақпарат тыңдап жатқан кезде, подкаст тыңдап жатқан кезде ми ұйықтап кетті деген сөз, ішінде бір түсініксіз сөздер болып қалды деген сөз. Сол себепті сен аласында подкаст болса тоқтатып қоясың, кітап болса тоқтайсың да, ұйықтап бара жатқан жеріңе дейінгі әрекеттердің барлығын оқып, сөздердің бәрін оқып, ішіндегі түсініксіз сөздердің барлығын өзің үшін ашып аласың. Өйткені ми өте қатты қиналады. Түсінбеген сөзді қай полкіге қоямын деген сұрақ пайда болады. Түсінбеген сөзді қоятын полкі болмағаннан кейін ол есік алдында тұрады. Нервқа тиіп күшті алып тұрады да. Энергия сол түсінбеген сөзге кетеді. Ал енді елестетші, сен қаншама ақпарат алдың, қаншама білім алдың, оның ішінде түсінбей қалған сөздердің қанша екенін елестет. Сол себепті бүгіннен бастап сен кітап оқыған кезде, кітаптың қанша бет оқимын деген мақсатты алып таста. Бетті не қыласың? Ол 100 бет оқып, оның ішінде 0 нәрсені өміріңе енгізетін болсаң, ол 100 беттің өмірі, ол 100 беттің саған пайдасы не? Сол үшін сен кітап оқыған кезде бүгін бір абзацтан баста. Бүгін бір абзацты алда, соны толықтай талқылаудан өткізші. ChatGPT арқылы өткізсең де болады. Қазір Аллах жеңілдетіп берді, барлық нәрсені аласың да ChatGPT-ге саласың. Мынаның әр сөзін маған түсіндіріп бер деп айтшы. Сол кезде өзің мида доп осыланы көресің. Кәдімгідей қалай сенің миың қалай сен осы күнге дейін сөздерді түсінбей келгеніңді керемет түсінесің. Өзіңе текст сенің миыңда сүйреттеме болып, миыңда сүйрет формасында пайда болып, елестетіп, деген халге жеткенше сен ана абзацты талқылай бер. Сол кезде сен ешқандай кітап оқыған кезде ұйықтамайтын боласың және әр алған біліміңді өміріңе сіңіре алатындай боласың. Бұл бірінші қағида. Екінші қадам, ол барлық нәрсе өзінің темпімен болу керек деген нәрсе бар. Мысалы үшін 1-ші кластың оқушысына 11-ші кластың ақпаратын беретін болса, ол қадалып қалады. Ол жерде сынып қалады. Өйткені оның миы оған бейімделмеген. Сен де өзіңнің миың бейімделмеген дүниені алған кезде сенің миың ол нәрседен сынып қалады. Сол үшін сен кітаптың мәселесіне келетін болсақ, онда сен былай істе. 1-ші бетті түсінбейінше, 2-ші бетке көшпе. 1-ші тақырыпты түсінбейінше, 2-ші тақырыпқа көшпе. Ол дегеніміз, сен жүре бересің, мен білемін сені қазір, мен 1-шісін түсінбедім ғой деп жалпы кітапты оқымай жүре бересің. Жоқ. Сен бұл жерде мынандай нәрсеге кіріс. Бағанағыдай әр сөзді сөздіктен өткізіп, 1-ші бетті түсінгенше оқи бер 1-ші бетті. Сөздіктен өткізе бер. Түсіндім деген кезде 2-ші бетке өт. Міне, принцип постепенности деген нәрсе бар. Барлық нәрсе өзінің қадамымен болу керек. Балада 1-ші 3-ке толып, одан кейін балада 1-ші 10-ға толып, одан кейін 3-ке толмайды. Балада 1-ші 3-ке толады,
сосын оңға толады. Тура сол сияқты сенің миыңда бірінші жеңіл ақпаратты қабылдайды, одан кейін орташа, одан кейін қиын ақпараттарды қабылдап үйренеді. Бірінші класста да сен бірінші әріпті үйренесің, одан кейін 11-ші класста логарифмдарды үйренесің. Наоборот беретін болса, сенің миың стат. Тура сол сияқты кітап оқыған кезде де барлық нәрсе өзінің байыбымен, қадамымен болу керек. Қандай да бір автор кітап жазатын болса, қандай да бір YouTube ролик түсірілетін болса, ол жерде барлық нәрсе по нарастающей ветви болады. Өйткені барлық нәрсе сенің миың түсінетіндей қылып жазылады. Сол себепті бірінші бетте түсініп алғаннан кейін екінші бетке өт, екінші бетте түсініп алғаннан кейін үшінші бетке өт. Мен мағынасын, главный общий мағынасын түсініп қой деген керек емес. Әр сөз түсінікті болу керек. Әр сөз түсінікті болған кезде сенің миың кемелінен жұмыс жасап, сен әр алған ақпаратыңды өміріңде қолдана аласың. Қара, сен өміріңде қолдана алмай жүрген ақпараттың ешқайсысын сен толықтай түсінген жоқсың деген сөз. Үшінші мәселе ол сен әр сөздің, әр сөйлемді сен суреттеп бере алатындай жағдайға жеткен кезде ғана сен оны түсіндің деп айта аламыз. Егер сен, мысалы үшін, бір сөйлемді қағазға сурет қылып сала алатын болсаң, соны суреттеп беріп, басқа адам ол суретке қараған кезде сол сөйлемді айтып бере алатын болса, онда сенің миың нақты ол нәрсені түсінді және оны өмірінде қолдануға дайын деген сөз. Сол себепті сен не істейсің? Бүгін бір абзацты ал да, оқы, әр сөзін талда, әр сөзін талдап болғаннан кейін соны түсіндім ау деген кезде кітапты алып таста да, қағазды алып, енді қағазға соны сурет қылып сал. Графикпен саласың ба, знактармен саласың ба, в общем, сурет қылып салып, өзіңнің қағазыңа соны суреттеп бер, картина қылып бер. Картина қылып бергеннен кейін сен соны ұсынып көр басқа адамдарға. Мынадан не түсіндің деген нәрсені ұсынып көр. Егер адамдар саған сол хотя бы сенің егер сол адамдар хотя бы сенің айтып жатқан жүйеңе, сенің оқыған нәрсеңе жақын нәрсе түсінген болатын болса, онда сенің миың оны мықты сипаттап суреттеп бере алады. Егер ол қағазға салған нәрсеңді мақұл, сен қағазға салған нәрсеңді егер адам түсінбей жатқан болатын болса, онда сен өзің түсіндіріп беріп көр. Егер түсіндіріп беріп көрген нәрсеңді сен басқа адам суреттеп берші енді деген кезде, ол суреттеп берген кезде оның салған суреті сенің салған суретіңе ұқсас болатын болса, хотя бы мағынасы, хотя бы последовательность, әрине фигуралар, суреттің өзі басқаша болуы мүмкін, бірақ последовательность, бірінің қатары, мағынасы бір болатын болса, сенің айтқан сөзіңнің мән мағынасын ол саған тура солай айтып бере алатын болса, онда сенің миың ол нәрсені түсінді деген сөз. Көрдің ба? Оқу деген нәрсе ол миды дұрыс қолдану, оқу деген нәрсе ол мидың негізгі мақсаттарын, негізгі өзінің қабілеттерін түсіну деген сөз. Оқу деген кезде біз санды қуаламауымыз керек. Оқу деген кезде біз бетті қуаламауымыз керек. Оқу деген кезде біз түсінікті қуаламауымыз керек. Түсінген нәрсе ғана өмірде білім болып отырады. Білген нәрсен ғана сенің өміріңнің өсуіне, өміріңде бағанағыдай жетістікке жетуіңе әсерін тигізеді. Сондықтан дұрыс оқи алу жалпы ол өте үлкен механизм. Егер осыны бізге 5-ші класста мектеп кезінде беретін болса, біздің миымыз еткізіп жарылып, бүгінгі күнде барлығымыз мүмкін Гарвардта жүрер едік. Бірақ сенде де әлі мүмкіндік бар. Сол себепті бүгіннен бастап осы айтылған дүниелерді орындап болғаннан кейін астына комментарийға жаз. Не болды, қалай болды, қандай инсайттар алдың, әр кітаптен қандай инсайттар алғаныңды жазып шық. Жалқауланасың ба? Өзің білесің. Бірақ мен жалқау еместерге бағыттап жатырмын бұл дүниені.